Конституциясы қанша рет қабылданды? Егемендік алғаннан кейін Қазақстан Республикасы бізде 2 рет қабылданды, 1993 жылы және 1995 жылы. Аружанның өзі жауап берді. Келесі сұрақ. Республикадағы жоғарғы заң шығару органы дейді. Балар? Жауап беретіндер қол көтерсеңдерші. Тобымнан ешкім кірмепті. Неге тобыңнан ешкім? Неге кірмеді? Жақсы, онда өзің жауап бересің. Бұл бізде парламент болып табылады, заң шығарушы органдар. Аха. Заң шығарушы орган парламент қабылданды. Енді балалар, келесі сұрақ. Қазақстан Республикасы азаматтары еңбек етуге міндетті ме дейді? Қазақстан Республикасының азаматтары еңбек етуге міндетті емес. Ерікті ма сонда, өздері біледі ма? Келесі сұрақ. Қасым ханның қасқа жолы қанша бөлімнен тұрады дейді? Қасым ханның қасқа жолы 5 бөлімнен тұрады. Бірінші айналымдағы бірінші топтың жауабы сұрақтарға осымен аяқталды. 6 дұрыс жауап бар, 1 жауап бермеген сұрақ бар. Кеттік балалар, ендеше екінші топқа келейік. Дайынбыз ба? Сұрақ экран шығады. Құқық дегеніміз не? Мен айтсам бола ма, апай? Мелис қол көтеріп отыр екен. Құқық дегеніміз мемлекет тарапынан заңдастырылған және қорғалатын жалпы бірдей міндетті нормалар жүйесі. Жақсы, қабылданды. Келесі. Қазақстан Апай, мен айтсам бола ма? Конституциясы қанша бөлінеді? Кім мен деп отырған? Айша. Апай, мен Айша. Айша, болады, неге болмасқа? Қазақстан Республикасының Конституциясы 9 бөлімнен 98 баптан тұрады. Дұрыс екен. Келесі сұраққа кезек берейік балалар. Қазақстан Республикасында билікте иемденіп кетуге кімнің құқығы бар? Бар ма сондай құқық? Табелес қол көтеріп отыр ма, жоқ жаңағы ма? Билікті иемденіп кетуге ешкімнің құқығы жоқ. Жоқ, заң жүзінде ешкімде құқығы жоқ. Енді келесі сұрақ. Қазақстан Республикасы бала құқықтары туралы заң қай жылы күшіне енді дейді? Апай, мен айтайын? Кета ғой. 2002 жылы 8 тамызда енді. Қазақстандағысы енді, Аха. Келесі. Қазақстан Республикасының валютасы қашан қолданысқа енді деген сұрақ екен балалар. Тәмелістен басқа тағы біреу бар? 1993 жылы 15 қараша. Жақсы. Енді мұнда сұрақ подсказкамен кетіп қалыпты. Кешіріңдерші. Оқып жүрейік сонда да. Қазақстан Республикасының әкімшілік құрылымы жағынан қандай мемлекет? Унитарлы мемлекет деген не деген сөз балалар? Сұрақты осылай ауыстырайын. Жауап жоқ деген сөз. Бұл жерде айта кетейін, балалар, унитарлы деген мемлекет біртұтас бөлінбейді деген мағынада айтылып тұр. Келесі сұрақ балалар. Қазақстан Республикасының конституциясы қай елдің конституциясына ұқсас дейді? Апай, мен айтайыншы. Франция елінің апай. Франциядағы қай республиканың? 5-ші ма, 1-ші республиканың заңына ұқсайды ма? Өзгертейін сұрақты сәл. 1-ші республиканың заңына ма, жоқ 5-ші республиканың ба? Өйткені жауабымда жазылған күйі кетіпті. Әрине, әзір қай республика Францияда өмір сүріп тұрған? 5-ші республика. Жақсы. Сонымен бұл жерде де балалар бір сұраққа жауап берілмей қалды. Унитарлы не екенін түсінбей қалдық. Бұл жерде де 6 балл.
Kеттік балалар, уақыт кетіп барады. Үшінші топқа кезек берейік. Не оқылды? Міне шықты үшінші топ. Демократия сөзі грек тілінен аударғанда қандай мағына береді? Жауап берейін. Жауап берсем болады. Болады. Жауап берсем. Халық билігі деген мағынаны береді. Так, бір-бірден айтайық. Дұрыс. Екінші, адам құқығының жалпыға бірдей декларациясы қашан қабылданды? Айтсам болады ма? Апай айтсам болады ма? Адам құқығының жалпыға бірдей декларациясы 1948 жылы 10 желтоқсанда қабылданды. Жақсы, Аружан. Келесі. Қазақстан Апай, мен жауап берсем бола ма? Кім? Болады. Президенттік республика. Президенттік және парламенттік деп толықтыру керекпіз бұл жерде. Президенттік және парламент. Жақсы, жауап қабылданықты. Келесі. Халық пен мемлекет атынан билік жүргізуге кімнің құқығы бар? Парламент пен президенттің. Молодец, Латипа. Дұрыс айтады. Иә. Келесі. Қазақстан Республикасының мемлекеттік нышандары туралы заң қай жылы қабылданды? Нышандары дегенде бұлар рәміздер туралы. 1992 жылы 4 маусымда. Демек, 4 маусым мереке күні тойлап жүргеніміз дұрыс екен ғой, иә? Так, ендегі сұрақ қалды. Қазақстан Республикасының баланың құқығы туралы заң қанша баптан, қанша тараудан тұрады дейді? 10 тараудан 53 баптан тұрады. Жақсы, жауап қабылданды. Соңғы сұрақ, 7 жарғы қабылдаған қазақ ханы кім? Жаңа Қасым ханның Хан. Тәуке хан. Қысқа жол. Кім? Тәуке хан. Тәуке хан, дұрыс. Үшінші топта балалар 7 ұпай болды. Жарайсыңдар. Енді кезекті екінші кезеңге берейік. Бұл жерде өз құқығыңды біл дейді. Бұл жерде де балалар 3 топқа арналған тапсырмалар тұр. Енді бұл жерде қарап отырыңдар. 2 сұрақ 5 ұпайдан бағаланады. Егер сұрақтарға дұрыс жауап алсақ, 5 ұпайдан 10 ұпай. Кеттік, бірінші топ. Оқимыз. Баланың азаматтық құқығы қай кезден басталады? Бала дүниеге келгеннен бастап. Дұрыс айтады. Бала дүниеге келген кезден бастап. Қай жылы Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы бала құқығы туралы конвенция қабылдады? Бірінші топ. Жылдам. 1989 жылы қабылдады. Балалар құқығы туралы ма? Иә, Аружан, өзің жауап бердің ғой, сенің тобың қайда? Апай, білмеймін. Екінші топқа келдік. Әр адамның жеке басын куәландыратын қандай құжат? Апай, мен айтайыншы. Кета ғой. Төлқұжат. Төлқұжат, паспорты, иә? Жарайсың. Екінші топқа екінші сұрақ. Адамның дүниеге келуі негізгі ажырамас табиғи құқығы қандай? Апай, өмір сүру құқығы. Жарайсың, дұрыс. Екінші топ бітті. Үшінші топқа келдік. Ал, дайынбыз ба? Апай, мен жауап берсем бола ма? Болады, оқып айтып жүре ғой. Бұл жерде ақш Сомали болады. Бала құқықтары туралы конвенцияға қосылмай отырған 2 ел бар екен. Жақсы. Екінші сұрақ. Мен айтсам болады ма? Болады, әрине, Латипа, болады. 16 жастан бастап. Бала неше жастан бастап қылмыстық жауапкершілікке тартылады? 16 жастан бастап па? Ал кәмелеттік жас? Латипа, кәмелеттік жас деген. Кәмелеттік жас. 18 жастан. 18 кәмелеттік емес балар, 18 одан үлкенбіз. 14 жастан. 21 ма? 14 жастан бастап кәмелеттік жасқа толмаймыз ба? Иә. Так, иә? Жауап жартылай болды деп есептейін. Келістік па? 16 емес балар. Келістік. 3 бал қояйын. Жақсы. Ары қарай жылжытайық, жарайсыңдар. Дегенмен біраз нәрсені білеміз. Енді балар ойлану керек бұл жерде. Бұл жер 3-ші кезең жағдаяттық сұрақтар. Қазір 3 топқа да жағдаят береді, ситуациялар беріледі. Соны енді ойлана отырып талдаңдар. Содан кейін барып жауап беріңдер. Әр жағдаяттық сұрақтарға дұрыс жауап 10 балмен есептелінеді. Келістік па? Иә, апай.
Бірінші топ. апай. Тыңдап отырыңдар, иә? Баспасөзде Қазақстан азаматтары жұмысқа шақырылатыны туралы хабарландыру жарияланды. Сонымен бірге ауыл тұрғындарын және саяси партия мүшелерін жұмысқа алмайтынын айтып, мазаламаулары туралы айтылды. Мәтін түсінікте? Хабарландыру дұрыс құрылған ба? Мұнда кемсітушілік бар ма? Ал ойланамыз. 10 балдан бұл жерде. Міне жағдаят алдарыңда. Азаматтарды жұмысқа шақырады, бірақ ауыл тұрғыны мен саяси партия мүшелерін алмаймыз, мазаламады. Хабарландыру дұрыс құрылған ба бірінші? Кемсітушілік бар ма екінші? 10 балды құрап тұрған сондықтан. Апай, бұл жерде хабарландырудың басында Қазақстан азаматтары деп айтып тұр ғой. Иә, Сосын кемсітушілік бұл жерде ауыл тұрғындары және саяси партия. Ауыл тұрғындары неге жұмысқа алмайды? Олар да Қазақстан азаматтары болып салынады. Солай да саяси партияда. дұрыс айтады. Хабарландыру дұрыс құрылмаған, әрі кемсітушілік Бар. орын алған. Жарайсың Аружан, 10 балыңды алдың, ал. Кеттік. Келесі екінші топтың ситуациясы. Жағдаяты қандай екен? Балалар, бұл жерде адамның атын қысқартып алып отырып, өйткені арамыздан осындай аттас адам шығып қалса, мен өйтпедім деп әзір ренжіп жүрмеу үшін, иә? 15 жасар туысына көмектескісі келіп, ата-анасының рұқсатынсыз үйден ірі көлемде ақша алып, туысына береді. Туысы ақшаны қайтара алмады. Біраз уақыттан соң ата-анасы бұл жағдайды біліп қойды. Осы мәселені қалай шешуге болады? 15 жасар бала. Туысына ата-анасының рұқсатынсыз ақша берді. Ақша уақытында қайтып келмеді. Ата-анасы біліп қойды дейді. Енді қалай шешуге болады? Мәселен шешейік. Бұл жағдаятта. Ал екінші топ. Апай, ойлануға уақыт бере тұрасыз ба? Бердім. 30 секунд уақыттарың бар. Мәтінге қараңдар. Бала 15 жаста. Рұқсатсыз ақша алды. Туысына көмектескісі келді, жаны ашыды. Бірақ туысы ақшаны қайтара алмады. Апай, мұнда туысына ақша берді, бірақ ол ешқандай келісім шарт соларсыз берді ғой, сол үшін келісім шартсыз ол ақшаны қайтару мүмкін емес, бірақ бала 15 жасар болса, ол кәмелеттік жасқа толған, 14-тен асқан бала болып тұр. 14-тен асқан кәмелеттік жасқа толған, бірақ ата-анасының рұқсатынсыз дейді ғой, алдымен бала үйдегі мұндай дүние не істемеу керек? Ата-анасынан рұқсат сұрау керек ең алдымен. Бірінші, енді болатын жағдай болып кетті. Енді не істеуге болады? Туыстар екен ғой бұлар өзара. Келісімге келуге болады ма? Келісімге келуге болады, апай. Өйткені туысы екен бөтен кісіге берген жоқ. Туыстарының арасындағы мәселені. Апай, онда берген ақшаны бөліп төлеу арқылы. Мысалы, туысына ай сайын ақша түссе, сол ай сайын бір кішігірім суммада ақшаны бөліп қайтарса болады. Осылай мәселені шешуге болады екен. Жарайсың. Молодец, жарайсың. 10 балыңды жібердім. Жақсы шештім. Келесі, үшінші топ. 14 жастағы мектеп оқушысы автобуста жол ақысын төлемеді. Оқушы құқық бұзушылық жасады ма? Оны әкімшілік жазаға тартуға болады ма? Мектеп оқушысының ісіне кім жауап береді? Ал 14 жастағы балаға келейік. Үшінші топ, ойланыңдар, сұраққа қараңдар. Әкімшілік құқық бұзушылық жерде орын алды ма дейді. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы жазаға тартуға бола ма дейді. Үшінші топтан кім бар екен, балалар? Қандай көмек қажет? Апай, ойымды айтып көрсем болады ма? Иә, бұл Бұл жерде 14 жастағы бала, ол уже кәмелет жасқа толып қойған 14 жаста, және он оқушы
құқық бұзушылық жасады ма дейді. Иә, себебі ол водитель бар ғой, оның да өзінің жұмысы бар, оған да төлеу керек. Және де оның әкімшілік жазаға тартуға болады ма? Иә, себебі ол кәмелет жасқа толған, және ол мектеп оқушының ісіне біріншіден тәрбие завучы мүмкін жауап беруі мүмкін, және де оны мектеп инспекторы шешуге болады деп ойлаймын. Аружан, сәл мектеп оқушысының ісіне кім жауап береді? Жолда жүретін жол ақысын мектеп төлейтін бе еді? Қалай ойлайсың? Жоқ апай, мектеп Ата-анасымен жоқ апай. Оны Аружан, сенде? Түзетуге жауапты толықтырасың ба? апай, бірінші топ жауап бере ала ма? Ау. Ой, екінші топ жауап бере ала ма? Жол ақысын төлемегенге 2 МРП төлеу керек қой. Иә, 2 айлық төменгі жалақының көлемінде төлеу керек болады. Оны мектеп емес, иә? иә, оны Өзінің ата-анасы. Оны өзінің ата-анасы ақшасын салып тұру керек. Мектеп оған жауап бермейді. Жауапкершілік кімнің мойнында? Ата-анасы. Да. Енді осы жерде 3-ші топ жаңа бір рет балдарыңды кем жандарым. 8 бал болып қалған. Әзір енді 10 бал күн орнына 9 қойсам ренжімейсіңдер ма? Ойын болған соң ойында керек. Ау. Жоқ апай, ренжімейміз деп бола ма? Осы жерде бола ма? Болады. Басқа топ Апай. Жарайды, ал толықтыр. Апай, оны әкімшілік жазаға тартуға болады ма деп тұр ғой. Егер де біз ата заңнан қарайтын болсақ, то бірінші бөлім жалпы ережелер, бірінші тарау әкімшілік құқық бұзушылық туралы заңдармен қарастырып, ол әкімшілік жазаға тартуы да мүмкін. Енді жаңаға айыппұлды төлейтін оның ата-анасы емес па? Иә, Аружан, осыны айтып тұр. Так, 3-ші топтың балаларының жауабы қабылданды. апай, қараңызшы, апай, бұл жерде не емес па, мектеп оқушының ісіне кім жауап береді дегенде, мысалы, ата-анамен, баланың ата-анасымен және мектеп инспекторы болады ғой, ол екеуі шешпейді ма? Жоқ, бұл екеуі дау туғызатын нәрсе емес қой. Тікелей баланың жол жүру ақысын ата-анасы қамтамасыз етпей ма? Қамқоршылығында ата-анасы бар бала емес па бұл? Аружан? Осымен бұл 3-ші кезеңді аяқтайық, иә? Енді балалар, енді 4-ші кезеңге өтейік. 4-ші кезең мұны әрбір оқушы білуге тиіс дейді. Енді 4-ші кезеңнің ерекшелігі 3 топтың топбасшылары. Мұны әрбір оқушы білуге тиіс деген дүниеге сендерге арналған тапсырма бар екен. Так, бейбітшілік тобы оқушының құқықтарына тоқталасыңдар. Енді заңгерлер міндетіне, ақиқат тобы оқушының жауапкершілігіне. Енді 1 минут қана балалар уақыт, ойларыңды жинақтаңдар, топ басшысы ретінде өздеріңнің білетіндеріңді дәлелдеңдер. Саспаңдар, кішкене еркін отырып, жауап берулеріңе мүмкіндік бар. Кетті ма уақыт? 1 минут жібердім, ал балалар. Бейбітшілік тобынан бастаймыз. Дайындалып отыруға мүмкіндік бәріңе. Уақыт бітіп барады деп жатыр балалар. Уақыт бітіп бара жатса, мен зумды қайта шақыруым мүмкінмін. Так, болды балалар. Уақыт бітіп барады екен, Айша бастадық. Бастай бер. Бізде оқушының құқықтарына мемлекеттік стандартқа сәйкес білім алуға және өзіндік ой пікірлерін білдіруге құқылы. Сосын мектептегі және сыныптан тыс ұйымдастыратын сабақтарға, үйірмелерге, не болмаса спорт секцияларына қатысуға да құқылы. Так, аяқтадың ба ойыңды? Аружан, болды ма? Иә, апай. Жақсы.
Заңгерлер, Апай, мен жауап бересем бола ма? ақиқат тобы ма? Мгм. Апай, заңгерлер тобы. Заңгерлер тобы болса, иә, Айша, саған қалай қалған дүние ғой. Апай, оқушының міндеттеріне таза ұқыпты киініп келу, сабаққа керек құрал-жабдықтарды алып келуге міндетті болады. Және де мұғалім берген жазбаша, ауызша жұмыстарды орындауға міндетті. Және де мектеп ережелерін сақтауға міндетті. Және де өрт қауіпсіздігін, жол ережелерін оқып білуге және сақтауға міндетті. Жарайсың, қабылданды дейміз. Апай, және де оқушы мектеп мүлігін білдірсе, ата-анасы бүлінген мүліктің орнын қалпына келтіруге міндетті. Жақсы. Так, келесі кезек жауапкершілігі. Қандай жауапкершіліктерді білеміз? Ақиқат тобы. Айта бере ғой. Аружан? Апай. Апай, бұл жерде оқушының жауапкершілігі дегенде мысалға баланың бір қате істеп қойған кездегі өз басымен жауапкершілігі жатады ма? Іс-әрекеттеріне өзінің істеген жауапкершілікпен қарауы. Бір қарағанда сөз неге ұқсайды? Міндеттеріне баланың. Иә, міндеттеріне ұқсайды. Ол мысалға мектеп жарғысында көтерілген талаптарға, мысалы, мүлтіксіз орындауға, міндетті, және сыныптас достармен, мектептегі басқа оқушылармен де тіл табысып, кішілерге ізеттілік, үлкендерге, мұғалімдерге құрмет көрсетуге өзінің жауапкершілігі міндеті де болады. Иә, жақсы. Сонымен Апай, айтсам болады ма? Әр оқушының жауапкершілігі ол сабағын дұрыс оқуы, өзінің яғни біліміне ол өзі жауапты, сондықтан бұл жауапкершілігі болады ғой. Мұғалімді тыңдауы, яғни сабақ уақытында оның шуламауы, мұғалімге кедергі келтірмеуі, сабағын оқуын, ол да жауапкершілік деп ойлаймын. Апай, жауапкершілігіне мен де қосып бола ма? Алима, қосайық. Бұл жерде оқушы жауапшылығына уақытында келуі, уәдеде тұруы, тиянақты болуы, мектеп мүлкін бүлдірмеу, тәртіпті бұзбау, жаман сөз айтпау, досына көмектесу, сондай-ақ кітапты күтіп ұстау, күн тәртібін бұзбау, талапты орындау және де әдепті болу. Және де апай форма сақтау. Иә, сол Алидің сөзіне қосылып кететін болсам, ол жерде де Али айтқандай кітаптарды өзінің формасын сақтау, ол да баланың жауапкершілігі болып саналады. Себебі баланың өзінде бар нәрсені бала өзінің мектеп талаптарына қарай сол формасында кию және мектептің сол кітаптарын сақтауға өзінің жауапкершілігі бар. Жақсы, апай. Әртүрлі қалалық, аудандық іс-шараларды қорғауға, жұмысына белсенді қатысуына ол да жауапкершілік. Жақсы, балалар. Уақытымыз шектеулі емес па бұл жерде? Жақсы, соңына келгенде сөйлегілерің, ойларыңды айтқарың келіп кетті. Енді осымен негізгі құрастырылған тапсырмалар сендерге аяқталды. Енді бұл сайыс сабағы болғандықтан негізінде мына айналымдардың кезіндегі қосылған балдармен есептегенде 30 бар, 31 балл, 32 балмен 3 топ қатарға шықтыңдар. Енді өз ара балалар осылай пікір алысып, білетін заң туралы, құқық туралы дүниелеріңді ортаға салып отырғандарыңа рахмет. Енді оқушылардан басқа бұл жерде бізде ұстаздар да бар еді. Балаларға пікір білдіретін, сөйлейтін кісілер бар ма екен? Ұстаздар бар ма екен? Жоқ болса өзіміз ғана қалып кеттік па? Балалар негізінен өзінің құқықтарын жақсы айтып отыр. Өте жақсы айтып отыр. Соны адам құқығы, бала құқығы жөніндегі конвенцияны бізде талдап отырмыз ғой. Заңда бар, 7-ші сыныпта бар,
өттік. Соның бәрін кезең-кезеңіменен өздерінің құқықтары мен міндеттерін жақсы біліп отыр. Бұл бір сол ойларын ортаға салып шығарып, соны қолдана білудің бір тәсілі болды. Жақсы өтті деп ойлаймын. Жаңағы пікірталас. Тек Аружанның тобының бірталайы интернеттің қырсынан кіре алмай отыр екен. Интернет сет ұстамағандықтан кіре алмай отыр екен. Топқа жазып отыр барлығы да. Олардың да жауаптары Аружанның жауабымен сәйкес келіп жатыр. Сондықтан Аружан жалғыз емессің, тобың ан жақта жауап беріп отыр. Барлықтарыңа рахмет, қатысқан, ұйымдастырған Керімхан Изетаевна, сізге де рахмет. Өте жақсы жұмыс. Ендеше балалар, бүгінгі осындай қысылсаяң сәтте онлайнға шығып, зуммен қайтадан конференцияға шығып, ойларыңды білдіріп жатқандарың үшін, өздеріңді көрсете алып, бар білімдеріңді көрсеткендерің үшін рахмет. Аз да болса енді өмірде өздеріңе қажеттеріңе жарайды деген ойдамын. Ендеше конференцияны аяқтайын. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Айтатын кісілер бар ма екен? Болды, мен biraz бітіріп қойдым. Болды. Сіздер іште дейін. Сау болыңыздар.